Жәнібек пен Керейден бастау алған бектілігіміз бен тектілігіміз әр қазақтың қанынан, жүрегінің жанынан орын алған. Желтоқсанда шындық жырын шырқаймын деп шарқ ұрдым. Желтоқсанда егеменді ел болсақ деп талпындым. Желтоқсан оқиғасы кезінде оған қатысқандарды саяси тұрғыдан аштық қуғынға ұшыратты. 99 адам сотталды, 264 студент оқудан шығарылды. Дүрбелеңге қатысқан жастар соққының астында қалып, изоляторларда отырды, жұмыстан, комсомолдан қуылды. Күнде күннің ажары бар, дауылдай дарған ажабы бар. Шаттыққа келген, атақты көрермен, армысыздар. Гүлдей көрген көңілі, өнерді сүйген, өлеңді сүйген көңілі, бақытқа бөлінген, көзі ашық көрермен, армысыздар. Тәуелсіздік тұғырым тақырыбында өтетін мәнерлеп оқу байқауына қош келдіңіздер. Есесін еш жауызға бермеген шындық. Мәнерлеп оқу байқауы 8-11 сынып оқушылары арасында өтеді. Патриоттық тақырыптағы өлеңдер Қазақстан, отан, туған жер, тәуелсіздік тақырыбында болуы тиіс. Бағалау критерийлері, мәнерлеп оқу қабілеті, сахнадағы актерлік қабілеті, сахналық мәдениеті, Ақтыр Жүрбек Ысқақованың «Қазақстан отаным». Қазақстан отаным, азат елім, мейірімді, қонақжай, ғажап елім, қайрат, ләззат, сабира, үндеп тұрар, егеменді тәуелсіз азат жерім. Желтоқсанның ызанын атқа салған, боздақтардың көздерін жасқа малған. Сол жастардың жанымен келген жеңіс, азаттықтың көк туын қолға алған. Азаттыққа 30 жыл болды, міне Қазақстан отаның байтақ елім. Аспанында жүзбіріп көк байрағым, әнұранды жүгірген. Авторы Әлібек Желбай. Қайрат Рысқұлбековтың монологы, Абырзен Қай. Армансызбын, ажалсызбын, азатпын. Мендегі мұң ғажап әрі азап мұң. Ұлтым үшін ұлтарақпын, аз десем, сүйегіммен, сүтіммен де қазақпын. Көк бөрінің сіңіріндей сірімін, сол үшін де ажалсызбын тірімін. Шындық үшін құрбандыққа шалынып, шырылдаған құлындардың бірімін. Талай-талай тоналдым да тапталдым, өзімді өзім жоғалтуға шақ қалдым. Көк көйлекті көктемде туылып, желтоқсанда еріп кеткен аққаным. 6 желтоқсан достан күні. Ұрпақ өсін ерлігі деп күрескен 6 алашын жалғасы қосқан күні. Тәуелсіздік бұл менің қазақтығым, келді кеше аңсаған азаттығым. Желтоқсанның ызғарлы аязына барлық қазақ өткізді азаттығын. Тәуелсіздік бұл менің қуанышым, елім жеткен бүгінгі жұбанышым. Қазақ елін қансыратып талап кетті, отандықты қаламайтын ұранышым. Тәуелсіздік бұл менің әділдігім, қазақ жұртты осыған кәміл бүгін. Тәуелсізбін деп мәңгіге жылар едім, көмсе дағы қара жерге танымды күн. Тәуелсіздік биіктегі тұғырым, есте сақтап қаламын тәуелсіздік ұғымын. Абыройы асқақтаған азат елім. Асқар Ойранбай, 11-ші ғасыр. Тәттінің менің сәтті күн. Тағдыр көрсеттің мәртігін, шире ғасырды шиырған 30 жыл менің шаттығым. Жатқандай әлем қамданып, Қазақстаның паңданып, түрленген нұрлы болашақ. Тойлауда бұны бар халық. Атты күн бейбіт елімде, бостанды қаңқып жерімнен, тәуелсіздігім таң болып, 30 жыл керілген. Берілген бізге баққандай, періште сәуле жаққандай, тәуелсіздікке 30 жыл айтамын қалай мақтанбай. Мен 10 сынып білім оқушысы Мэлс Қордың. Әлібек Шейбағының абадет қатырында, яғни Қайрат Рысқұлбековтың монологы. Армансызбын, ажалсызбын, азатпын, мендегі мұң, ғажап әрі азат мұң. Ұлтым үшін ұлтарақпын, аз десең, сүйегімен де сүтімен де қазақпын. Көк бөрінің сіңіріндей сірімін, сол үшін ажалсызбын, тірімін. Шындық үшін
құрбандыққа шалынып, жығылдаған құлындардың бірімін. Талай тоналдым да тапталдым, өзімді өзім жоғалтуға шақталдым. Көк көйлекті көктемде толып, жел тұрса дейін батқаным. Күмісе де үн шығады көрден де, шертілмеген шерім қанша шермен де, өскенде өмірді сонан соң не жетеді өскенде. бір 1991 жыл желтоқсан айы, бір ғасырға жуық уақыт әлемді теңкіреткен кеңестік социалистік республикалар атанған империя ыдырап, қазақ халқы тағы да тәуетер тәуелсіздігіне ұмтылыс жасады. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанның жоғарғы кеңесі тәуелсіздік пен мемлекеттің егемендігі туралы заң қабылдады. Керей мен Жәнібек сұлтандар дербестікке ұмтылған сол шақтан бастау алған ұлы көш 500 жылға жуық уақыттан соң өз діттегеніне жетті. Тәуелсіздік тұғырына азат елдің алдаспан байрағы төлді. Азат қазақ тұңғыш рет тәуелсіз президентін сайлады. Егеменді еліміз мәңгі жасасын.